алаштың баласы, өз елі өз жері қалдырған бабасы. Бір түйір топырақ, бір тамшы қара су, қазаққа ғана тән қазақтың ей даласы беу. Балақтың биттерін басына қаптатпай, көршінің биттерін есіктен аттатпай, қолына қамшы алып әлемге жар салып, қазақтар жүреді намысын ей таптатпай беу. Құл болсаң қолыңда, құл болсаң төбеңде, ойнайды нұрғамшы рухыңнан бөгетпен. Кеудеңді керіп жүр, ескі жау ел болмас, қазақ боп туғансың. Маңғалы айтқым келіп тұр, бағана ағамның сізбен танысқаныма өте қуаныштымын. Тимурға да, бағана Тимур мен алдыма келіп осылай бокс ашайын деп едік, осыған дом культурада осылай бүйтейік деп едік, осындай деп ойларын айтқан кезде бәріміз шын айтқанда қуанышты болдық. Спонсор болып жатқан маған ауылға бокс аш деп жаңағы жабдықтардың бәрін беріп жатқан Көңілбай Шөкенов деген азамат. Ол кісі өз-өзін таныстыра кетер, мен енді сөзге шаршадым, сөзге жоқпын, кішкене өз-өзін таныстырып түсіндіре кетесіздерге. Ауылдың балаларын көріп, кеше видеодан көріп, Тимур алып келіп көрсетті, міне ауылдың балаларын қараңдаршы, жанып тұрған. Сосын мен өзім салыстырдым, ауылдың баласы мен қаланың асфальтта жүрген жаңағы баласын. Мына жерде балалар келсе, осы жерде бокстан бір чемпион болып шығамын деп келеді. А қаланың балалар келсе, сағатын уақытын өткізіп алайын, әкесі апарып жаңағы мына жерде болуым керек деп қосып қойған ғой. Былайша айтқанда қазақта мақал бар, айтақтап қосқан тазы түлкі алмас дейді. Ал енді мына жерде қазір мен ауылдың балаларының ішінен қазір көздері жанып тұрған келешек боецтерді көрдім, боксерларды көрдім. Алла қаласа мықты Қазақстан чемпионы болыңдар. Біз сіздерге қолымыздан келгенше көмектесеміз. Қалған бәрі осы жерде мына ағайларыңыз сіздер үшін жұмыс жасайды. Сол мысалы үшін осылардың жетістігі болса, сонымен бір боймен ақ сіздердің біраз шаруалары шешіп тастайды. Алла қаласа. Сондықтан балаларыңызға аямаңыздар ақшаны. Осылар сіздердің мәртебелеріңізді көрсететін, осылар осы сіздің өзіңіздің ұруыңыздың, өзіңіздің фамилияңызды әлемдік додаларға алып баратын осылар. Сондықтан ақшаны не кажется той томалақтан емес, осындай балалардың жарыстарынан, келешегінен аямауымыз керек. Енді ешкім есірмес, есірсе кешірмес, тәуелсіз отанда ер жеткенне